Математикалық сауаттылық 153 санының 19 дәрежесінің соңғы цифрын тап дейді. Яғни 153 19 дәреже. Оны табу үшін біз соңғы цифрның дәрежесін қарастыра жеткілікті. Яғни 3-тің 19 дәрежесіне қандай санмен аяқталады, сол шығады да. Так, 3-тің 19 дәрежесін. Енді 3-тің дәрежелерін қарастырып көрейік. 3-тің 0 дәрежесі ол 1-мен аяқталады. 3-тің 1 дәрежесі ол 3-мен аяқталады. 3-тің квадраты 9-мен аяқталады. 3-тің 3 дәрежесі ол соңғы цифр 7. 3-тің 4 дәрежесі соңғы цифры қанша? 1. 1. Ал 1 деген сан соңғы цифр 1 болса, ол ешқашан өзгермейді. Қаншаға жетіп өзіне көбейтсе де. 3-тің 19 дәрежесін 4 дәрежеде өзгермейді екен, да? 4 дәреже. Так, мынаны 4-ке 19 4-ке бөлсеңіздер ғой. 4-ке бөліп қалдығын қарастырса да болады, иә? Қалды қанша? Сөйтіп істесе де болады. Немесе былайынан шығарасыздар. 3-тің 19 дәрежесі. Так, 3-тің 16, 4-ке бөлінсе 16 да, ең жақын 19. Қосылған 3, қалды 3-ке тең. Ал 3-тің 16 дәрежесі 3-тің 4 дәрежесінің 4 дәрежесі, да? Көбейтілген 3-тің 3 дәрежесі. Мына жерде плюс болғасын көбейтіп жібереміз, да? Қайтып дәрежені көбейтсе, ол 4 көбейтеді, қосылады 3. Қайтып өз шығады. Так, енді 3-тің 4 дәрежесі дегеніміз мына ішіндегі 81 ғой, 1-мен аяқталады. 1-мен аяқталатын санды 4-ке 4 дәрежелесек, ол тағы 1-мен аяқталады, да? Так, 3-тің 3 дәрежесі ол 7-мен аяқталады. Так, мына жерде 1-мен аяқталатын санды 4 дәрежелегенде 1, соңғы цифры, келесінің соңғы цифры 7. Екеуін көбейткен кезде 1-мен аяқталатын, 7-мен аяқталатын. Соңғы цифры 7 шығады екен. Сонда жауабы 7. Осы. Түсінікті болды деп ойлаймын. Мына жерде негізі сразу қалдығын қарастырса да болады. 4-ке бөліп, 4-ке бөлгенде қалдығы неше шығады? Соны алсаңыздар болады. 3-тің 3 дәрежесінің 27, 7 деп сразу белгілеп кетсе болады. Так, жақсы. Профильдегі сілтемеге өтіп, Telegram каналы жазыңыздар. Математика профиль салып отырмын. Сосын YouTube